мен үнемі айтып жүремін ғой, маған ел не береді емес, мен еліме не беремін деген позицияны ұстанбайды көп адамдар. Бір нәрсені біреуден күтіп жүреді. Енді осы тұрғысында еңбекпен көтеріліп жатқан адамдардың мысы басылып қалады да. Олар байлыққа жетсе де, белгілі бір деңгейге жетсе де, бірақ жаңағындай, ой қойшы, ол бәрібір оның көкесі бар, әкесі бар, немесе ол бір арам жолмен тапты сол ақшаны деген сөздердің өзі оның бір, қалай айтсам, бай болуды бір әбестік санайтын сияқты. Немесе басшылардың барлығы осы патша сияқты зұлым, қатыгез, тас жүрек, сондай деп қарайсыз ба? Сіз бар суға қойын. Осы жерде моментте өлтіріп тығып жібереді. Бұл жерді қиып тастаймыз. Адамдарда андай ғой, өзінің өмірі емес, біреудің өмірі андай алаңдатып тұрады ғой қазіргі кезде. Ойыңды жеткізгім келіп тұрғандай. Қазіргі адамдарға не қызық? Саясат қызық, біреуді талқылау қызық. Бірақ өзінің андай айналасында болып жатқан нәрселерді көрмейді да, мысалы. Сен ана жерде бір нәрсең сынып жатыр, сен соны істесейші лучше. Уақытың соған кетсін да, сен бір нәрсені талқылауға. Не істеймін мен сен, не істеймін? Ұрасыз ба? Жоқ. Ұрайын десем, сол жағымда отырсың да. Мен бүгін Мұхаммед Али тұрамын десе. Жоқ, расымен де да, былай да адамдар біреуді кінәлауға құмар да. Бәрі жаман. Өзі бірақ ештеңе істеп жатқан жоқ, былай қарасаң.